Бурабай Руслан Әлібекұлы, ол талантты өнерпаз, ол әнші, ол ақын, ол сазгер, ол дирижер, ол актер. Біржан Сал атындағы Көкшетау музыкалық колледжінің түлегі, Қазақстан авторлар одағының мүшесі. Он саусағынан өнер тамған өнер иесі Қызылорда облысы Жалағаш ауданындағы Қонысбек Қазантаев атындағы мәдениет үйінде үйірме жетекшісі болып, алғашқы жұмысын бастаған күннен бастап, ауданның мәдениеті мен өнеріне сүбелі үлес қосып келеді. Үйірмеге жас өнерпаздарды тартып, оларды ұлттық құндылықтарды дәріптеуге баулыды. Ұлттық аспаптардың қыр-сырын үйретті. Жас өнерпаздарға ұстаз бола жүріп, ол аудан, облыс көлеміндегі мәдени көпшілік шараларға белсене араласып, өзінің шығармашылығын шыңдады. Талантымен танылған өнерпаз ақындық өнермен жыр мүшәйраларда түрлі додаға түссе, сазгерлігімен көрермен жанын баурады. Тумысынан болмысы бөлек ерекше өнер иесінің шығармашылығынан туған әндері аудан, облыс көлеміндегі әншілердің орындауында көпшілікке танылған. Русланның әні мен сөзіне жазылған «Анашым», «Ару қыз», «Бақытым», «Жүрегіңді тыңда», «Бір болайық», «Үмітіңді үзбе», «Бағала», «Ассалаумағалейкум» тағы басқа 15-ке жуық әндері жарыққа шыққан. Талантты өнерпаз Руслан Әлібекұлы 2019 жылдан бастап Қонысбек Қазантаев атындағы мәдениет үйі жанындағы Алтын арай халық би ансамблінің жетекшісі қызметін атқарып келеді. Қашанда шығармашылықта тың ізденістермен жұмыс жасайтын өнер иесі мәдениет үйі жанындағы Атамұра фольклорлық ансамблі жұмысын жандандыруға ат салысып, болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жігер этно-фольклорлық тобын құрды. Аталмыш топ түрлі республикалық, халықаралық байқауларға қатысып, өнердің биік шыңдарынан көрінді. Атап айтар болсақ, 2021 жылы Американың Техас штатында өткен Artivate Stations халықаралық көп жанрлы онлайн конкурс фестиваліне өзінің талас күйімен қатысып, халықтық орындау жанры бойынша бірінші орында жеңіп алса, 2021 жылы Мәскеу қаласында өткен халықаралық конкурстан аспаптық жанр бойынша бірінші орында жеңіп алды. 2020 жылы жігер этно-фольклорлық ансамблі Тараз қаласында өткізілген «Көне Тараз күмбір» атты бірінші республикалық этно-фольклорлық ансамбльдер конкурсына қатысып, Ықылас Дүкенұлы атындағы арнайы жүлдені иеленсе, Қызылорда қаласында өткен түркі тілдес елдердің Қорқыт және Ұлы дала сазы халықаралық фольклорлық музыкалық өнер фестивалінде жігер этно-фольклорлық тобы арнайы дипломмен марапатталды. 2021 жылы Тараз қаласында өткізілген «Көне Тараз күмбірі» екінші республикалық фольклорлық ансамбльдер байқауына қатысып, сазгерлік өнермен арнайы жүлдемен марапатталды. Қазақтың бірнеше ұлттық аспабын жетік меңгерген Руслан Бурабай 20-ға жуық күйлердің авторы. Оның шығармашылығынан туындаған «Шабыт», «Аманат» күйлері, қазақ күйлері энциклопедиясына енсе, «Толғау», «Таразға арнау», «Қазақстан», «Тәуелсіздік», «Арнау», «Мереке», «Талас», «Қорқытқа арнау» күйлері Атамұра, жігер ансамбльдерінің репертуарынан орын алып, тыңдарманнан өзіндік жоғары бағасын алған шығармалар. Руслан Бурабай тек күйші емес, ол мықты актер. Қонысбек Қазантаев атындағы мәдениет үйі жанындағы халық театрының белді мүшесі. Театр репертуарындағы бірнеше спектакльдерде түрлі рөлдерді сомдаған Руслан сахналық шын образбен көрермен көзайымына айналған актер. Сонымен қатар Арай халықтық мәдени үгіт бригадасы құрамында түрлі мәдени шараларда өнер көрсетіп, биік шыңдарда бағындырып келеді. Тәжірибелі ұйымдастырушы, мақты көшбасшылық қабілеттерімен көзге түскен Руслан тек мәдениет саласында ғана емес, аудан еріктілермен бірге қайырымдылық сынды қоғамдық жұмыстарға белсене араласады. Жұмыста білікті маман, үйде отбасының тірегі, адал жар, ардақты әке. Өнерін өмірінің ажырамас бөлшегіне айналдырған Руслан Бурабай өзінің білімі мен біліктілігінің арқасында әлі талай асуларды бағындырары сөзсіз.